Қазақстан Республикасының күні мен мемлекеттік егемендігі туралы декларациясының 35 жылдығына арналған салтанатты сап түзеу рәсімі Жетісу облысы полиция департаментінде Қазақстан Республикасының басты мерекелерінің бірі республика күні мен мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның қабылданғанына 35 жыл толуына арналған салтанатты сап түзеу өтті. Генерал-майор мырза, полиция департаменті жеке құрамы республика күніне орай салтанатты сапқа тұрғызылды. Армысыздар, офицер мырзалар. Еркін. Салтанатты іс-шара мемлекеттік тудың және департамент туының шығаруымен, сондай-ақ мемлекеттік әнұранның орындалуымен басталып, ерекше рух пен патриоттық сезімге толы сәтке айналды. Іс-шара барысында жас қызметкерлер ант қабылдап, құқық қорғау саласындағы жауапты да абыройлы жолдарын бастады. Ардагерлер мен офицерлер жас әріптестерін салтанатты сәтпен құттықтап, қызметте табыс пен елге адалдық тіледі. Азамат Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарына қызметке кіре отырып, өз халқыма адал қызмет етуге Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарын қатаң сақтау. Ардагерлер мен жеке құрам алдында департамент бастығы Сарқытбай Зәкірұлы құттықтау сөз сөйлеп, еліміздің тәуелсіздікке бастау болған тарихи күннің маңыздылығын атап өтті. Құрметті ардагерлер, әріптестер және шақырылған біздің қонақтар. Сіздерді республика күнімен және еліміздің мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның қабылданғанына 35 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жоғарғы кеңесі тәуелсіз Қазақстанның алғашқы құқықтық құжаты мемлекеттік егемендігі туралы декларацияны қабылдады. Бұл құжат еліміздің саяси және құқықтық негізін айқындап, жаңа дәуірдің басталуына жол ашты. Бүгінде Қазақстан өзінің саяси, экономикалық және мәдени жетістіктермен халықаралық аренадағы табыстармен мақтан алады. Елімде соқсын жүрегім, елімде соқсын жүрегім, ереу латым айыр салма ең